Азамат пойыздың артынан қуып жете алмайтынын түсінді ме, әйтеуір кенет тоқтады. Жүріп бара жатқан пойыздың артынан ырсылдап қарап тұр. Қарғыс атқыр бағдаршы. Артына қарай бұрылғаны сол, кенеттен тоқтап қалды. Артында өзі секілді жүріп бара жатқан пойызге қарап, көзі жасқа толып бір ару тұр. Азамат есінен айрылғандай болды. Бұрын-соңды мұндай ғажайыпты көрмеген. Шашы нақ тізесінен бар, білектей бұрым, қиғаш қас, көрген адам естен танатын ару қыз. Азамат қызға жақындап барды. Пойызге мінетін адам ертерек әрекет жасау керек қой. Сіз секілді ме? Деп қыз күлімсіреп жауап берді. Оның нәзік күлкісі Азаматты одан сайын есінен айырды. Мен кешіккенім жоқ. Сіз секілді аруды көргенде өз еркіммен түсіп қалдым. Қарындас, атыңыз кім? Сеніңіз, сізге оның еш қажеті жоқ. Қыз кассаға қарай бара жатыр. Азаматта есі ауысқан адам секілді артынан еріп барады. Қыз кассаға жақындап, кешіріңіз, келесі пойыз қашан жүреді? 8 сағаттан соң. Рахмет. Кешіріңіз, сол пойызды тағы 8 сағат бөгеп тұруға бола ма? Деп Азамат кассадағы қызға осылай қырындап қойды. Әлгі ару орындыққа жайғасты. Азамат та оның қасына отырды. Телефоны шырылдап, кішкене шетке шығып қыз телефонмен сөйлесті. Азамат одан көз алмай бақылап отыр. Қыз күту залынан шығып бара жатыр еді. Алия, тоқташы. Қыз артына бұрылып қарады. Азамат жүгіріп келді. Атымды қалай білдіңіз? Оны сізге білудің қажеті жоқ. Тағдыр деген қызық. Бір қалада тұрсақ та, тағдыр бізді басқа қалада жолықтырды. Сіз тағдырға сенесіз бе? Ал мен мүлдем сенбеймін. Мен сенем. Автобуспен барам деп шештіңіз бе? Я, дәл солай. Сіз қалай білдіңіз? Өзіңіз адамсыз ба, әлде шайтансыз ба? Қорықпаңыз, әрине адаммын. Мен де автобуспен барамын. Жаныңызға серік болсам бола ма? Жарайды, өте көңілді адам екенсіз, мен қарсы емеспін. Екеуі автобусқа отырады. Жол бойы Азамат Алияны күлкіге бөлумен болды. Азамат ішкі қалтасынан бір тал гүл алды да Алияны туылған күнімен құттықтады. Алия қатты таң қалды, себебі шынымен оның туылған күні болатын. Рахмет, қызық, мұның бәрін қалай біліп жатырсыз? Өтініш, мен жұмақтап сөйлегенді аса ұната бермеймін, өтінемін, айтыңызшы. Өмір деген қызық. Біреулер құлағы естігенмен ешқандай сөз айта алмайды. Ал біреулер сөйлей алғанмен құлақтары естімейді. Мен сондай зағип жандарға көмектесем. Яғни қол, ерін қимылдары арқылы олармен сөйлесем. Менің жұмысым сондай. Сіз темір жол бекетінде анаңмен сөйлестіңіз. Сіздің ерін қимылдарыңыз арқылы бәрін түсінді. Алыстағы адамның қимылының не айтып жатқанын білесіз бе? Я, ол адамның ерін қимылдары анық көрінсе ғана. Ана артқы жақта отырған ата мен әжей не жайлы айтып отыр? Олар қыздарына бара жатыр, немерелерін сағынғанын айтып отыр. Ал ана екі қыз ше, бізге қарап отыр ғой. Олар сіз жайлы айтты, мен жайлы не айтты? Айтпасқа қоймайсыз-ау бәрібір. Жігітін біреу алып қашатындай қолынан қысып ұстап алыпты, деп айтып жатыр. Алия Азаматтың жұмысына қысқан соншама оның қолын ұстап алғанын сезбей де қалған еді. Дереу қолын тартып алды да айна жаққа бұрылып. Адамдар қызық өсек болса болды жігіті дейді ғой, деп күбірлеп жатыр. Алия ұйықтап бара жатыр. Ал Азамат оның ажарына қарап тояр емес. Алия, оян, жақындап қалдық. Ой, кешірші, көзім ілініп кетіпті. Ештеңе етпейді.
Әлия, мынау туылған күніңе сыйлық, бұл тұмарды ешқашан тастама, ол үнемі сәттілік әкеледі. Сәттілік әкеледі деймісіз? Онда неге поездге кешіктіңіз? Поездге кешіккенім сәтсіздік деп ойлайсыз ба? Ал мен үшін ол сәттілік, себебі сені кешіктірдім. Әлияның жүрегі ерекше соға бастады. Өз-өзіне не болғанын түсіне алар емес. Автобустан түсіп екеуінің жолы екіге айырылды. Алғашқы рет кездесіп, алғаш құшақ қоштасып тұр. Азамат, көп рахмет. Туылған күніме ерекше тосын сый жасадыңыз. Сізге көп рахмет. Оқасы жоқ, қош болыңыз. Мен қоштаспаймын, себебі сенімен қайта кездесетініне сенем. Тағдыр бізді қайта қауыштырады. Мен тағдырға сенбеймін дедім ғой. Жарайды, сау болыңыз. Рахмет, сен де. Екеуі бірінен ұзап кеткенше артқа бұрылып қараумен болды. Әлияның ата-анасы, туыстары қарсы алды. Туылған күнін тойлады, көптеген сыйлықтар алды. Жатар уақытта Әлия сыйлықтардың ішінде ең ерекшесі тұмарды қолына алып, Азаматтың тәтті қылықтарын есіне алып ұйқыға кетті. Таңертең оянғанда тағы да тұмарды алып, Азаматты ойлап күлімдеп отыр. Маған не болды? Неге оны ойлай беремін? Оның айтқан сөздері миымда қайталана береді. Бұл не өзі? О, Алла, мен ғашық болып қалдым ба? Бұл мүмкін емес. Енді онымен кездесейін бе, жоқ па? Сонда да Азаматты ойлауын доғара алмады. Болашаққа саяхат жасап, тәтті қиялдар әлеміне өмір сүріп жүр. Арадан 5 ай уақыт өтеді. Алғашында тұмарды ұстап қуанатын Әлия енді жылауды әдетке айналдырды. Оны ұмыта алар емес. Есуас, ақымақ неме, тағы кездесеміз дегені қайда? Тағдырға сенгенше телефон номерімді алса қайтер еді? Мен ұмытып кеттім ме? Әлде көрінгенге сөз салатын сылқым біреу ме екен? Әлияның санасына сан саруақтар шаулап алды. Әлия көрікті, тәрбиелі болғандықтан оны сұрап келушілер де көп болды. Күнде біреуінің бетін қайтарып тастайды. Әке-шешесі бұл әрекетінің себебін сұраған сайын ол үнсіз қалатын. Бір күні ата-анасы сұрақтың астына алды. Қызым, біз сенің бақытыңды ойлаймыз. Егер өз ұнатқаның болса, айт. Ол қандай болса да, бақытыңның кілті сол адамда болса, біз сені ұзатуға дайынбыз. Әлия не деп жауап берерін білмеді. Сүйгені бар, бірақ қайда екені белгісіз. Әлия ата-анасына ештеңе айта алмады. Шешім шығаруды, кімге ұзатуды ата-анасына тапсырды. Сол күні асыраушыларға кесім берді. 40 күннен соң той белгіленді. Әлия қолына тұмарды алып жұмысына кетті. Бар ойы Азаматта. Кенет біреумен соғысып қолындағы тұмар түсіп қалды. Қайда қарап жүрсің, байқамайсың ба? Әлия жан-жағынан тұмарды іздеп жатыр. Әлгі адам үндемей тұр. Оның бетіне қарап Әлия өз көзіне сенбей тұр. Иә, сол Азамат. Азамат, бұл сен бе? Бұл сен ғой? Екеуі бірін-бірі құшақтап ұзақ жылады. Біраз әңгімелесті. Азамат оны қалай іздегенін, таппағанын айтып түсіндіре алмай отырды. Екеуі бірін-бірі қимай қоштасты. Әлия әкесіне шындықты айтты. Жоқ, бұл не масқара? Неге ертерек айтпадың? Сен сөз байласып қойғансың. Мен бұл тойды тоқтата алмаймын. Әлия әкесін көндіре алмады. Әкесі Азаматпен кездесіп, оның тұрмысқа шығатынын, егер шын сүйсе, оны масқараламауын талап етті. Азамат уәде берді. Той күні Азамат Әлияның әкесіне барды. Мен сіздің өтінішіңізді орындадым. Енді сіз де бір өтінішімді орындаңыз. Мына хатты Әлияға беріңізші. Әкесі хатты ашып оқыды. Жаным Әлия, бүгін сен ұзатыласың. Бақытты бол. Сен мені ұмыт.
себебі мен соған лайықпын. Ал мен сені ешқашан ұмытпаймын, сен соған лайықсың. Тұмарды ешқашан тастама, ол саған бақыт әкеледі. Мені Мәскеуге жұмысқа шақырды, сол жақта жаңадан өмір бастаймын. Бақытты болуыңды әрқашан Алладан сұрап өтемін. Мені кешір. Әкесі хатты оқып жылады. Қызының бөлмесіне кірді. Үстінде аппақ той көйлегі, айдай сұлу Алияның жүзінен ешқандай бақыт нұры сезілмейді. Қызым, ау әке, неге жылайсыз? Сен оны шынымен сүйесің бе? Иә, мені кешір құлыным. Жоқ, әке, ол мені сүймеймін деді. Ол сені сүйеді, ақымақ. Менің кет деген бір ауыз сөзімен қарсыласпай шынымен кеткелі жатыр. Қызым, мен кінәлімін, артынан бар. Қызым, оны тоқтат, ұшақ ұшқанша үлгересің. Әке, той. Оны ойлама, құдаларға өзім жауап беремін. Сыртта көлік күтіп тұр. Әкешім, көп рахмет. Алия қолына тұмарды алып, оның артынан кетті. Кешіріңіз, Мәскеуге ұшақ қашан ұшады? Кешіріңіз, ұшақ 20 минут бұрын ұшып кеткен. Алия жылап жатты. Айналасындағы адамдар түсінген емес. Бұл тұмар ешқандай сәттілік әкелмейді. Кешіріңіз, олай болса тұмарымды қайтарып беріңізші. Тұмарсыз ұшаққа кешіктім. Иә, бұл сол дауыс, азаматтың дауысы. Алия оны құшақтап жылай бастады. Ақымақ, мені тастап кетпек болдың ба? Жоқ, мен тағдырға сенем. Тағдыр бізге бір болуды жазса, ешкім айыра алмайды. Бұл тағдыр. Екеуі құшақтасып тұрды. Адамдар оларға қарап көздеріне жас алды.